Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға барлық мамандықтарға арналған физика 1 курсының 3-ші дәрісінің 3-ші модулінің 3-ші дәрісі. Алдыңғы дәрісте біз импульстың сақталу заңдарын және абсолютті серпімді соқтығысқан денелердің жылдамдығын қарастырып аяқтаған болатынбыз. Бүгін жалғастырамыз. Яғни серпімді соқтығысу қатты дененің айналмалы динамикасына көшетін боламыз. Менің есімім Алдабергеннің Карьер Болатқызы, физика кафедрасының аға оқытушысы. Абсолют серпімді соқтығысудан кейінгі денелердің жылдамдығы 8-ші суретте көрсетілген F1 тең 2m2v2 плюс жақша ішінде m1 минус m2 жақша сыртында v1 бөлінген m1 плюс m2. v2 дегеніміз 2m1 плюс v1 плюс жақша ішінде m2 минус m1 v2 бөлінген m1 плюс m2. Дененің центрлік серпімсіз соқтығысынан кейінгі қозғалыстың жылдамдығы v тең m1 плюс v1 плюс m2 көбейту v2 бөлінген m1 плюс m2. Оны 9-10 суреттерден көре аламыз. Мұндағы v дегендеріміз зымыранның салмағы мен жылдамдығы, mr, vr, r шығарылған газдың массасы мен жылдамдығы. 9-10 суреттерден қарай аламыз. Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасына келетін болсақ, қатты дененің кез келген қозғалысы ілгерілемелі 11-ші суретте көрсетілген және айналмалы 12-ші суретте көрсетілген. Бұл кез келген нүктенің масса центрінің қозғалысымен сипатталатын дененің үдемелі қозғалысының суперпозициясы және оның осы нүктенің айналасындағы дененің айналуы, яғни ол арқылы өтетін осьтің төңірегіндегі айналасы түрінде еркін қозғалысты елестетуге болады дегенді білдіреді. Қозғалмайтын нүктеге байланысты күш моменті 13-ші суреттен көре аламыз. mi тең ri fi немесе m тең fr синус альфа тең fl. Мұндағы r дегеніміз осы нүктеден күштің f вектор күшін түс нүктесіне жүргізілген радиус вектор. L дегеніміз f күшінің иіні болып табылады. Қозғалмайтын нүктеге қатысты импульс моменті 14-ші суреттен көре аламыз. L вектор, R вектор, P вектор тең R вектор, MV векторге. Мұндағы P вектор тең MV вектор дененің импульсы болып табылады. 14-ші суреттен анық көрсек болады. Нүктеге қатысты айналмалы қозғалыстың динамикасының негізгі заңының моменттер теңдеуі dl вектор бөлінген dt тең m вектор. Айналу осінен r i қашықтығындағы нүктенің инерция моменті li тең mi ri квадратқа тең. n нүктелерден тұратын дененің инерция моменті li тең сумма n i тең 1-ге. mi ri квадраттың, яғни суммасына тең екен. Қатты дененің айналу осіне қатысты импульс моменті қозғалыс мөлшерінің моменті 15-6 суреттерден көре аламыз.
L тең I омега. Мұндағы омега дененің айналуының бұрыштық жылдамдығы. 15-12 суреттерді қарасақ болады. Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасының теңдеуі m тең I эпсилон. Импульс моментінің сақталу заңы кез келген қозғалмайтын нүктеге қатысты дененің тұйық жүйесінің импульс моменті уақыт бойынша өзгермейді. L вектор тең константа немесе I омега тең константа. Гироскоп ол 3 еркіндік дәрежесі бар тез айналатын дене. Міне 17 суреттен көрсек болады. Корпусы, ротор осі, ішкі рама, ротор, сыртқы ротор көре алады екенбіз. Осы дәрісте сіздер толығымен бүгін абсолют серпімді соқтығыстан кейінгі жылдамдықтарды толық қарастырдық. Және серпімді соқтығысудан кейінгі жылдамдықтар, бұның ішінде жаңағы МВ нені білдіретінін бәрін толық айтып өтті. Қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасында айтып бастадық. Суреттерде барлығы көрсетілген. Және осы күш моменті, күш иінін қарастырып өттік. Соның ішінде жаңағы инерция моментінде қарастырып өттік. Инерция моментінің суммасы, яғни n денелерден тұратын дененің инерция моментін қарастырып өттік. Оның ішінде жаңағы импульс моментінің формуласын қарастырдық және толық гироскопты суретімен айтып түсіндіріп өттік. Және ең бастысы айналмалы қозғалыс кезіндегі динамиканың негізгі теңдеуін қарастырған болатынбыз. Енді келесі сабақта осы тақырыптарды, айналмалы қозғалыстың динамикасын әрі қарай жалғастырамыз. Осы тақырыпты назар аударып тыңдап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше.